Оқушы педагогтың ар намысын таптап, балағаттаса, ата-анасы айыппұл төлейді. Тіпті түрмеге де қамалуы мүмкін. 103.500 теңге төлегіңіз келмесе, құрметті ата-ана, онда балаларыңызды жақсылап тәрбиелеңіз. Биылдан бастап, егер де қайбір оқушы мұғалімге жұмыс уақытында бір жаман сөз айтса, балағаттаса, қол көтерсе, онда сол оқушының ата-анасы 103.500 теңге айыппұл төлейді. Ал егер де бұндай іс-әрекет қайталанатын болса, 5 күнге дейін қамауға да алынуы мүмкін. Өкінішке орай, былтыр оның арғы жылдары біздің оқушылар мұғалімдерді, ұстаздарды құрметтемей, оларға қол көтеріп, балағаттап, ұстаздың дәрежесін төменге түсірді. Осының барлығы кімнің тәрбиесінен әуелі? Әуелі ата-ананың тәрбиесінен, осының туысқандарының, сосын барып мектептің тәрбиесі. Қоғам бізде бұзылып бара жатыр. Өкінішке орай, қоғамымызда осындай бұзақылықтар көбейіп келе жатқан белгілі. Ал егер де осындай қитұрқы әрекеттер көп болса, заңда қатайып, бізді экономикалық тұрғыда тәрбиелей бастайды. Егер де баласы ұстазын құрметтемеген болатын болса, ата-анасы осындай ақшамен жауап береді. Негізінде бұндай үрдіс үйінде ұстазды менсінбегеннен кейін, үйінде әке-шешесі мұғалімнің дәрежесін түсіргеннен кейін бар, бала оны мектебінде көрсете бастайды. Ал негізінде қазақ не дейді? Ұстаз ол екіншіні ата-анаң дейді. Сондықтан да біз балаларымызды, ұл-қыздарымызды үйде отырып, ұстаздардың дәрежесін көтеріп, оларды биік қойып, құрметтеуді үйден бастайық.